Сәлем жас түлек, бүгін біз сендермен ұбт-да 100% келетін нұсқаларды талдайтын боламыз. Бах ағаймен нөмірі бірінші челленджді бастайық, кеттік. Сонымен бірінші есеп бізде ұйғарымдардың қайсысы дұрыс деп сұрап жатыр. Ол дегеніміз не? Қараңдар, бізде мынандай знак беріледі, а минус 3v бөлінген 2 деген ол осыған тең дейді. Көбісі ойлайды да, мынау а мен в-ның ортасында тұрған нәрсе ол нені білдіреді? Ол не нәрсе? Ол 0 ма? Кейде ол жерде көбейту сияқты бір бәлелер тұрады. Мен көбейтемін ба деп көбісі шатасады. Үйтіп паника болудың керек жоқ. Не істейміз? Ол просто сендерге көмекші ретінде тұр. Яғни а мен в осылай тұратын болса, сен а минус 3в бөлу 2 деген нәрсені орындайсың деген сөз. Енді кеттік. Ең әуелі бірінші ұйғарымды тексеріп көрейік. Егер а мен в-ның орнында 5 пен 1 тұрса, онда менен 1 шығады дейді. Кеттік, соны тексерейік. Сонда біріншісі 5 және 1. А-ның орнына 5-ті қоямын, в-ның орнына 1-ді қоямын, бөлінген 2. 3-ті 1-ге өйтсем 3 болады. Көбейту бірінші орында алады, ұмытып кетпеңдер. Енді кеттік. 5-тен 3-ті айтсам 2, енді 2-ні 2-ге бөлсем менен 1 шығады екен. А бізден 1 шығады деп айтып қойған, бірінші ұйғарым дұрыс болды. Кеттік, бұны қабылдаймыз. Енді екінші ұйғарымды тексерейік. 5 пен 1 тұрса, онда 15 болады дейді. Қаяқтағы біз бағана қазір ғана соны тексеріп оның 1 екенін дәлелдедік. А ол ешқашан 15 бола алмайды. Сонда бізде екінші ұйғарымның қате екенін көрдік. Енді үшінші ұйғарым 5, 1 және 8, 2 деген ұйғарымдарды есептеп аламын. Бұлардан бір сан шығады ғой. Сол шыққан сандар арқылы тағы да бірін есептеп көремін. Содан 1 шығады дейді. Кеттік. 5 1-ден 1 шығатын ол белгілі. Оны қайтадан тексеріп, уақытты құртпай қояйық. ұбт-да да алтын уақыттарында үнемдей біліңдер. Келесі 8 және 2-ні тексерейік. 8 және 2 деген тексеретін болсам, А-ның орнына 8-ді, В-ның орнына 2-ні қоямын. Оны бөлемін 2-ге. 3-ті өтсем 6 болады. 8-ден 6-ны айтсам 2, 2-ні 2-ге бөлсем менен 1 болады. Кеттік. Келесі. Мынадан 1 шықты, мынадан 1 шықты. Енді менде 1, мынау знак 1 деген нәрсені орындаймын. Яғни 1 және 1. Енді кеттік. А-ның орнына 1-ді қоямын, В-ның орнына да мен 1-ді қоямын да, оны 2-ге бөлемін. 1-ден 3 айтсам менен минус 2 болады. Үлкен санын таңбасы қойылып, минус 2-ні 2-ге бөлсем менен минус 1 шығады. А маған 1 шығады деп қойған. Үшінші ұйғарымда менде қате екен. Енді қараңдар, сендерден менің атыма лайфхак мынандай. Екінші ұйғарым мен үшінші ұйғарым қате болды ма? Жауап А емес, В емес, Д емес дей саласыңдар. Неге? Өйткені А варианты егер сендерде дұрыс болса, есептің шартына назар аударып қарасыңдар, қайсысы дұрыс деп тұр. Яғни бұл жерде тек қана дұрыс болғандар тұру керек. А бірақ та менде үшінші ұйғарым қате болды ғой. А бұл жерде үшінші ұйғарымды дұрыс деп қойған. Сол үшін бұл қате болғандықтан бұл вариант маған керек емес деп оны сызып тастайсыңдар да А-ны құртасыңдар. Келесі төртінші, мына жерде екінші ұйғарым менде қате болды. Өйткені мен тексерген кезде 15 шықпайды. Значит, екінші ұйғарымда менде дұрыс емес дейсіңдер да, оны да сызып тастайсыңдар. Енді Д вариантында 2-де 3-те дұрыс дейді. Қаяқтағы бізді оны тексерген кезде ол да қате болды. Жауап Д емес дейсіңдер да, сонда жауабы С деп белгілеп кете бересіңдер. Ал енді біз осыны дәлелдейік. Кеттік. 10 және 2. А-ның орнына 10-ды қоямын, В-ның орнына 2-ні қоямын. Осыны тексерейік. Қалай болады екен? 10 азайтылған 3 көбейтілген 2 бөлінген 2. 3-те 2 өтсем 6 болады. 10-нан 6-ны айтсам 4 болады. 4-те 2 өтсем 2 шықты. Значит, мына жақшада менен 2 деген сан шықты. Енді 6 бөлу 6 мынау знак және 2 деген мен есептеп көрейін. Сонда не болады? 6 А-ның орнында тұр, азайтамын, 3 көбейтілген В-ның орнында 2 тұр. Оны 2-ге бөлемін. Сонда мына жерде неше болады? 6-ны 3-те 2 өтсем 6 болады, 6-тан 6-ны айтсам 0, 0-ді 2-ге бөлсем 0 шығады екен. Енді кеттік. Мына жерден 2 болды. Мынау знак тұр ортасында. Мынау знакты қойдым. Және мына жақшада менен 0 шықты. Енді осы бойынша тағы тексеріп көрейін. Кеттік. А-ның орнына 2-ні қоямын, В-ның орнына 0-ді қоямын. Сөйтіп оны 2-ге бөлсем, менен неше шығады екен? 3-ті 0-ге өтсем 0 болады. Сонда 2-ның өзі қалды үстінде, 2-ні 2-ге бөлсем 1 шықты. Менен 1 шығады деп айтып қойған. Ұйғарым дұрысталды. Онда менде не істейді? Жауап бірінші ұйғарым мен төртінші ұйғарым дұрыс деген сендер вариантты белгілейсіңдер. Кеттік. Келесі сұрақ.
егер бізде а мен в-ның қосындысы 12 болса, с мен д-ның қосындысы 5 болса, онда а квадрат қосу в квадрат қосу с д-ның квадраты және екі еселенген а в мен с д-ның қосындысының мәні нешеге тең деген күрделі сияқты есеп берілген. Бірақ та бұл вообще күрделі есеп емес. Сендерде мындай бір ерекше қасиет бар. Егер әріп көрсеңдер, онда оның орнына сан қойыңдар деген мен сендерге лайфхак айтамын. Ол қалай болады? Яғни а бізде әріп бар, в деген әріп бар, с және д деген әріп бар. Яғни осы екі әріптердің орнына қосқан кезде бізден 12 немесе қосқан кезде 5 болатын осы сандарды біз ойдан қоя береміз. Неге ойдан қоямыз? Өйткені бұл жерде сендерге айтпаған ғой, а осындай болу керек, в осындай болу керек деген сияқты. Сол үшін мен не істеймін? Мен осылардың орнына любой санды қоямын. Бірақ самым главный аға в-ны қосқанда 12 болу керек, с-ға д-ны қосқанда менде 5 болу керек. Енді кеттік. А-ның орнына 6-ны, в-ның орнына 6-ны қойсам болады. С-ның орнына 3-ті, д-ның орнына 2-ні қойсам болады екен. Енді кеттік. А мен в-ны қойсам, не болады? Менде а квадрат 36. Яғни а-ның квадратын жазамын. Кейін в-ның квадратын жазамын. 36. Қосамын с-ның квадраты. Яғни с-ның квадраты менде не? С-ның квадраты менде 9. Келесі д-ның квадраты. Яғни бізде д квадрат деп жазылып тұр ғой. Значит, д квадратты жазады екем. д квадрат менде 4-ке тең. Енді қосамын екі еселенген АВ, яғни 6-ға 6-ны көбейтем деген сөз. Сонда 6-ға 6-ны көбейтсем менен 36-ға тең болады. Келесі с-ды дейді. Сонда не болады? 3-ке 2-ні көбейт дейді. Бұл 6-ға тең болады. Енді осыны есептеймін. 36-ға 6-ны қоссам менен 42, 42-ні 2-ке көбейтсем менде 84 болады. Енді осы нәрсені есептейік. 36-36-ны қосам 72, 72-ке 9 қосам 81, міне 36 қосылған 36, қосылған 9, қосылған 4, қосылған 2 еселенген 42 менде 84-ке тең. Енді осы амалды есептеймін. Яғни кеттік. 36-36-ны қосам 72, 72-ке 9 қоссам 81, оған 4-ті және 84-ті қоссам менен 169 деген нәрсе шығады. Ал түбір астында 169 менен нешеге тең? 13-ке тең. Сонда жауабы 13 болады екен. Кеттік, келесі есеп. Төмендегі сандар қара, жара, жоба, қора, қожа сөздеріне сәйкес қойылған. Жара сөзіне сәйкес келетін сөзді табыңыз дейді. Қараңдар, бұны есеп шығару үшін біз не істейміз? Біз бар болғаны олардың сәйкес реттерін анықтап отырамыз. Ол қалай болады? Мысалы, мына 5 сөз 5 варианттағы сандардың ретімен сәйкестендірілген. Яғни, мынау қ-дан басталған, мынау ж-дан басталған, ж, қ, қ. Екі сөзім ж-дан басталған, міне, жора және жоба және жара деген. Ал 3 сөзім қ-дан басталған, қора, қара, қожа. Енді кеттік. Сандарға қарасыңдар. 5, 5, 4, 4, 5. Яғни бағана айтқандай 5 сөзім менің жауаптағы 5 варианттарыма сәйкес келеді. Сонда 5-ім менің қ болады, өйткені қ 3 рет кездескен. Ал 4-ім менің ж болады, өйткені ол 2 рет кездескен. Енді екінші орынға қараймыз. 1, 3, 1, 3, 1. Бірден 3 рет кездесіпті. Ал 3-тен тоже 2 рет кездескен. Енді сөздерге қарасыңдар. Екінші орынға қарайсыңдар. А, о және о. О менде 3 рет кездескен. Значит, о деген әріп неяқта 3 рет кездескен бір менен сәйкес кеп тұр. Ал сонда 2 рет кездескен әріпім менің 3-ке тең екен. Өйткені 3, міне, 1 рет кездескен, 2 рет кездескен. А да менде 1 рет және 2 рет кездескен. Енді ары қарай келесі 3-ші тұрған әріптер бойынша табатын болам. Енді 3-ші әріптерге қараңдар. 3-ші әріптер менде қалай? Р, Б, Р, Ж. Р-дан 2 рет, Р-дан 3 рет екен, қараңдар. Р-дан 1, 2, 3 бар екен. Енді сол арқылы мен Р-ның қандай екен тауып алмау болады. Сонда Р менде не болады? 4,
7, 6, 7, 7. Байқап тұрсаңдар, р деген 7-ге тең. Неге? Өйткені 7 менде 3 рет кездескен. Енді кеттік. Маған жара деген сөзді табу керек. Ж деген әріпті таптым, а деген әріпті таптым, р-ны таптым. Енді сонда кеттік. Ж менде 4-ке тең, а менде 3-ке тең, р менде 7-ге тең, а менде 3-ке тең. Сонда 43, 73 деген вариант менде жара деген сөзге сәйкес келеді деп сендер бір балды қойындарыңа салсаңдар болады. Енді кеттік. Келесі есеп. Павлодардан 21:43-те шыққан пойыз Алматы қаласынан келесі күні 7:35-те келді. Пойыздың барлық жолға жұмсаған уақытын тап дейді. Бұндай есепті шығару үшін сендер не істейсіңдер? Бұл жерде сендер мынандай лайфхак қолданыңдар. Түнгі уақытты барынша түнгі 12-ге дейін туралап алыңдар. Яғни түнгі 12-ге дейін қанша уақыт бар, соны тауып аласыңдар. Кейін түнгі 12-ден кейінгі қанша уақыт бар, соны табасыңдар. Кейін осылардың бәрін бір-біріне қосады екенбіз. Енді кеттік. 21:43-тен түнгі 12-ге дейін менде 2 сағат бар және 17 минут бар. Неге? Өйткені 17 минутты қоссам менен 60 минут болады да, 60 менің 1 сағат болып ойда сақтап отырыңдар 1 сағатты. 21-ге 2-ні қоссам менен 23, 23-ге ойдағы 1 сағатты қоссам 24 сағат, яғни түнгі 12-ге келді. Яғни түнгі 12-ге дейін менде 2 сағат 17 минут бар екен. Енді келесі, түнгі 12-ден таңғы 7:35-ге дейін қанша уақыт бар? Әрине 7 сағат 35 минут бар екен. Енді осы қанша уақыт жол жүрген табу үшін осы екеуін қосып жіберемін. Қоссам мен 7-ге 5-ті қоссам 2 ойдағы мен 1 болады. 1-ге 3-ті қоссам 4 ойдағы мен 5 болады. 2-ге 7-ні қоссам 9. Сонда 9 сағат 52 минут болды екен. Көрдіңдер ма? Есептің бәрі оп-оңай. ұбт-да математикалық сауаттылықтан қиналатын ешқандай есеп жоқ. Бар жоғы сендер есептің шартын асықпай оқып, одан кейін барып жауаптарда не бар, солармен жұмыс істесеңдер болды. Кеттік. Келесі біздің 5-ші есебімізді талдайтын боламыз. Сағаттық тіл мен минуттық тіл 8 сағат 13 минутты көрсетіп тұрса, онда олардың арасындағы бұрыш неше деп сұрап отыр. Енді кеттік. Біз бұндай есепті қалай шығарамыз? Көп сағатты не істейді? Менің өзімнің оқытқан оқушыларынан есімде таппақшы болады олар. Сағат 8 болса, мына жер 6, мына жер 9, мына жер 12, мына жер 3 деп алады да. Сағат 8 деген примерно осы жер. Өйткені мына жер 7, мына жер 8 ғой. Сағат 8 деген мына жер. 17 деген мынау 4, мына жер 5 болса, 13 дегеніміз бізде мынау 15-ке жетпей жатқан уақыт болады дейді да. Өйткені 15 минут деген осы жер ғой. Осы екеуінің арасы қанша деп примерно жобалап табады. Бірақ та ол өте қате. Өйткені біздің сағатымыз жылжыған сайын, минутымыз жылжыған сайын, сағаттың да орнына жайлап жылжи береді ғой, байқаған болсаңдар. Бізде мынандай емес қой сағатымыз. Алады да, например, 12, 1, 2, 3-ті. Біздің сағатымыз 1-ді көрсетіп тұр да, минутымыз қазір ровно сағат 1 болды. Бұл айналып келеді да, 1-ден 5 кетті, 1-ден 20 кетті, 1-ден 35 кетті, сөйтіп айналып 1:55 болады да, мынаяқта. 1:59 болған кезде сағаттық тіліне 1-де тұрып, ровно 12-ге келген кезде шарт етіп 2-ге секіріп кетпейді ғой біздің сағатымыздың тілі. Ол не істейді? Мына 1 тұра береді да, оны 12 жылжыған сайын жайлап, 1-де оған сәйкесінше азырақ түсе береді. Вот. Біздің сағатымыз осылай жұмыс істеген кезде мына екеуінің арасы да сәл кішірейіп қалады. Енді кеттік. Осыны біз қалай табамыз? Жаттап алыңдар. Формула қарапайым. 60s минус 11n бөлінген 2. Яқта мынау жақша просто бізден 10 сан шықсын деген нәрсені береді. Енді кеттік. Сағаттың орнына 68-ді қоямын. m деген жер минуттың орнына 13-ті қоямын. Сонда 60 көбейтілген сағаттың орнында 8 тұр. Азайту 11, минуттың орнында 13 тұр. Енді оны бөлемін 2-ге. Кеттік. 60-ты 8-ге көбейтсем менен неше болады? 480 болады. 11-ді 13-ге көбейтсем менде болады 143 болады. Енді осыларды азайтып 2-ге бөлу керекпін. Енді кеттік. Осыны 480-нен азайтсам менен 337 болады екен. 337-ні 2-ге бөлсем менен неше болады? 168,5 градус болады екен. Сонда менде
8 сағат 13 минутты көрсетіп тұрса, онда 168,5 градус деген вариантты белгілеп кете береді екенсіңдер. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Қараңдар, 38-ден 1 азайтқан, 38-ден 2 азайтқан, 38-ден 3 азайтқан, азайтып 41-ге дейін барған. Қараңдар, көбісі бүйтеді, бірінші шақшаны жазады, екінші шақшаны жазады, үшінші шақшаны жазады, төртті жазады. Неге сендер өйтіп өмірлеріңді қиындатып мына 38-ден 41-ге дейінгі сандарды жазып шығасыңдар? Математикалық сауаттылық ол просто логикаға негізделген. Сендер логикаларын қосыңдар. Бізде мына жақшада, осының ортасында 38 азайту 38 деген мән бар емес па, иә? Енді осындай мән болса, онда біз не істейміз? Мынау бізден 0-ге тең деген сөз. Яғни бір жақшаның мәні ол 0-ге тең деген сөз. Кеттік, бірінші жақшадан, допустим, 37 шығады. Екінші жақшадан менен 36 шығады. Мынадан 35 шығады, 34 шығады. Өсіп шығып, ортасынан 0 деген сан шығады да. Ал енді любой сандарды көбейтіп, мен 0-ге көбейтсем менен не шығады? Әрине менен 0 деген жауап шығады екен. Сонда ең хитрый тәсіл, сендер осы 38-ден 38 азайтқанда 0 шығатын жақшаны тауып алуларың. Кеттік, келесі есеп барайық. Екі санның қосындысы 423 дейді. Осы сандардың бірі 5 цифрмен аяқталады. Егер мен 5 цифрын өшіріп тастасам, менде екінші сан шығады дейді. Енді екінші санды тап дейді. Қараңдар, екінші сан дегеніміз не? Ол дегеніміз 5-ті өшіріп тастағандағы санымыз. Бұл деген қалай? Яғни, мысалы, 39 деген сан берілсе, менде бұл екінші сан, ал бірінші сан ол қалай? Осы сандардың біреуі 5-пен аяқталады дейді. Яғни мен тура осы санды 5-пен аяқтатып қоямын. Еще мына нәрсеге қараңдар. Егер мен 5 цифрын өшіретін болсам, онда менде екінші сан шығады дейді. Яғни мен 5-ті өшіріп тастасам, менде не болады? 39 деген менде екінші сан шығады. Енді кеттік. Осы екеуін қоссам менде не шығады дейді? 420 шығу керек дейді. Жауаппен жұмыс істейміз. Кеттік. 395-ке мен 39-ды қоссам, 395-ке мен 39-ды қоссам, менен 434 шығады екен. Аман 420 шығу керек. Кеттік, келесісі. 33 болса, екінші саным, бірінші саным, осыған просто соңына 5-ті жалғай салам. Сонда 335 қосылған 33. Бұдан менен 368 шығады екен. Енді келесі 380 деп бастаймын да, ең соңы 5-пен аяқталу керек деген шарт бойынша 385 деп жазам. 385-ке мен 38-ді қоссам 423 шығады екен. Міне, біздің жауабымыз осы. Бірақ та D мен E варианттарын тексере салайық. Егер D варианты болатын болса, онда мен 375 деген санға 37 деген санды қосам. Неге? Өйткені 5-ті соңына жалғаймын. 5-ті өшіріп тастасам 37 деген екінші сан пайда болады. Енді 375-ке 37-ні қоссам, менен шығады 412 деген нәрсе. 36 болса ше, 36-ға мен 365-ті қосам. Неге? Өйткені 36 деп тұр, оған мен соңғы сан 5-ті жалғаймын да. Осы екеуін қоссам менен 401 шығады. Сонда бар болғаны сендер 423 шығатын бір ғана жауаптарым бар. Ол С варианты болады екен. Кеттік. Келесі есеп. 8-дің 2023 дәрежесі қандай цифрмен аяқталады? Бізге осы нәрсені тап дейді. Көбісі бұл есептен шатасады. Шатасады дегенде шатаспайды. Бұл есептен қорқады көбісі. А сендер қорықпаңдар. Оны қалай шығарамыз? Оны былай шығарамыз. Қараңдар. Ең күшті әдісі жаттап алыңдар. Бар болғаны ең әуелі соңғы қандай цифрмен аяқталады, соңғы қандай цифр болып бітеді деген есептер болатын болса, сендер не істейсіңдер? Мына дәрежені 4-ке бөлесіңдер. Өйткені бізде әр санның 4 дәрежесі үнемі сол санның соңғы цифрмен аяқталып отыра береді. Бұл өз сондай математиканың ерекше заңдылығы. Енді қараңдар, 2023-ті мен 4-ке бөлейін. 2023-ті 4-ке бөлетін болсам, менде не шығады? Менен 505 және 375 деген нәрсе шығады. Енді кеттік. Мен бұған бүтін санды тиіспеймін. Бүтін сан маған керек емес. Ал мен осының бөлшек санын алуым керек. Бөлшек санын аламында, бұл бөлшек саны 0,75 болып тұр. Өйткені 375 дейма 0,75 деп жазам. Егер менде
үтір 5 деп тұрма, оны мен 0,5 деп жазамын. Егер менде үтір 25 деп тұрма, оны 0,25 деп жазамын. Ал енді үтір болмайтын жағдайда қас көрсетемін. Енді кет. Үтір 75 деп тұрма, значит мен оны 0,75 деп жазамын да, кейін 4-ке көбейтіп қоямын. 0,75-ті 4-ке көбейтсем, менен 3 шығады. Сонда мен оның қалдығын іздеу керекпін. Менде 3 қалдық болды. Значит 8-дің, яғни мына жерде тұрған ең соңғы сан 8-дің 3 дәрежесі немен аяқталады, соны анықтайды екен. 8-дің 3 дәрежесі бізде 512-ке тең, ол 2-мен аяқталды. Сонда жауабы С деген вариантты белгілейді екенбіз. Кеттік. Келесісі. Айтпақшы, айта кететін жағдай. Егер мен осылай көбейткен кезде 0,25 4-ке көбейтсем, менен 1 шығады, 0,5-ті 4-ке көбейтсем 2 шығады, 0,75-ті 4-ке көбейтсем 3 шықты. Кейде мысал қараңдар, 2200 деген санды 4-ке бөлсем менде неше болады? 50 бола ма? 50 деді, ровно бітіп қалды. Осындай жағдай болса не істейміз? Кеттік. Қарастырайық. Егер менде бір ғана қалдық шықса, мен ол соңғы санның 1 дәрежесін табамын. Жатта болыңдар. Үнемі сендердің дәрежелерінің соңғы саны осы қалдыққа тәуелді болып отырады. Сонда менен 1 қалдық қалды ма, мен оның 1 дәрежесін табамын. 2 қалдық қалды ма, 2 дәрежесін табамын. 3 қалдық қалды ма, 3 дәрежесін табамын. А если қалдық вообще қалмай қалса, мен оның соңғы сан, мысалы жерде 8 болып тұр ма, 8-дің 4 дәрежесін табатын боламын. Кеттік. Келесі есеп. Сымнан ауданы 81 метр квадрат болатын квадрат құрастырылды дейді. Енді осы сымды жазып, одан тең қабырғалы үшбұрыш жасаған болса, онда үшбұрыштың қабырғасын тап дейді. Кеттік. Геометрияның бір-екі есептерін қарастырайық. Бұндай есептер ОБТ-да келеді. ОБТ-да келген кезде біз не істейміз? Кеттік, қараймыз. Бізде қандай фигура берілген? Әрине, квадрат деген фигура берілген. Квадраттың ауданы 81-ге тең болып тұр. Значит, оның қабырғасы қанша? Квадраттың ауданы қалай табылады? Соны тауып алайық. Квадраттың ауданы S тең А квадрат деген формулямен табылады. Енді кеттік. S тең А квадрат болса, S-тің орнына 81-ді қойсам, менде А квадрат 81 деген теңдеу пайда болады. А-ның өзі кім болады? Әрине 9 болады. Плюс-минус 9 емес. Математиктер сендерге алтын сырға плюс-минус 9 боламайды. Өйткені минус А менде минус 9 болатын болса, минус 9-ның квадрат бәрі 81 ғой деген сұрақ болатын шығар. Бірақ минус 9 қоятын болсам, мен квадраттың қабырғасы минус 9 болады деп айтамай қаламын ғой. Қабырғаны үнемі біз оң сандармен есептейміз. Сол үшін минус 9 деген санды жауап ретінде алмайды екенбіз. Енді кеттік. А 9-ға тең екен. Егер менде 9 болатын болса, мен сымды жасау үшін қанша метр жұмсайды екен? Ол деген сөз мына сымды квадрат жасау үшін деген сөз мынау сыртына қанша сантиметр кетеді деген сөз емес па? Енді қараңдар. Мына жерім 9, мына жерім 9, и мынау да 9 болды. Өйткені бұл квадрат. Сонда менде периметр деген сөз ғой ол деген сөз. Периметр ол 4А-ға тең болады. Өйткені А-ның менде 1-дей 4-еуі бар. Енді кеттік. А-ның орнына 9-ды қойсам, 4 көбейтілген 9 менде 36 болады екен. Енді кеттік. Значит, квадратты жасауға 36 метр сым кетті. Енді айтады, осы сымды жазып, одан тең қабырғалы үшбұрыш жасайтын болсам, үшбұрыштың қабырғасын тап дейді. Сымды жазу деген сөз, мен мына бір бөлігінен қиып жіберсем, мен сымым ұзын болып шықпай ма? Сонда осы сым менде 36 болып тұр. Мына бөлік менде 36 болып тұр. Енді осыда мен үшбұрыш жасауым керек. Еще қандай үшбұрыш? Тең қабырғалы үшбұрыш деп қойған. Кеттік, қараңдар, мына тең қабырғалы үшбұрыш. Яғни барлық қабырғасы бірдей бөлінеді. Яғни 1/3 қабырғасы бар. 36-ны сонда 1/3-ке бөлетін болсам, менен 12 шығады екен. Сонда пайда болған үшбұрыштың қабырғасы 12 болады. Мынау 12 болса, мынау да 12 болады, және мынау да менде 12 болады екен. Кеттік. Сонда жауабы 12 деген жауапты беріледі екенбіз. Сонымен келесісі. 3 фигураның периметрлері бойынша салыстырылған тұжырымды тап дейді. Енді кеттік. Көбісі осы жерде қиналады. Ойбай, мына есепті мен қалай шығарамын, мына есеп қиын ғой деген сияқты. Енді бұны біз қалай шығарамыз? Кеттік. Периметр дегеніміз не? Бұл бұның сыртқы қабырғалары.
Енді кеттік, периметр табайық. Бірінші периметр таппас бұрын мен бұны үш бұрыштарға бөліп тастаймын. Сол кезде мен оны әдемі қылып шығара аламын. Сонда үш бұрыштарға бөлетін болсам, менде не болады? Мына жерім 2, мына жерім 2, менде тік бұрышты үш бұрыш пайда болды. Енді кеттік. Тік бұрышты үш бұрыштың мына жері 2, мына жері 2, мына жері x болса, мен атақты Пифагордың теоремасын қолданамын. Яғни 2-ның квадратына 2-ның квадратын қоссам, x-тің квадраты шығады деген бізде ереже бар. 2-ның квадраты 4, 2-ның квадраты 4, x квадрат болса, x квадрат менде 8 болады, x-тің өзі түбірасты 8, ал түбірасты 8 деген ол 2 түбірасты 2 болды. Ол қалай шықты? Ол былай шықты. 8 деген сол 4 пен 2-ның көбейтіндісі емес па, 4-тен менен 2 шығады, ал 2 түбірден шықпай қап кетеді. Сонда 2 түбірасты 2 болды. Мына қабырға 2 түбірасты 2-ге тең екен. Енді кеттік. Келесі қабырға үш бұрыш бойынша оның сыртқы қабырғасын тауып көрейік. Өйткені периметрге қайттан айтам, периметр үшін бізге не керек? Оның сыртқы қабырғасының ұзындығы керек. Енді кеттік. Мына үш бұрыш бойынша тауып көрейік. Мына бөлігі 2-ге тең. Мына бөлігі 1, 2, 3, 4-ге тең екен. Енді Пифагорды қолданамын. Мына жерде x деп аламын. Пифагор бүйтіп айтады. Мен катеттерді квадраттап қосатын болсам, онда менде не шығады? Гипотенузаның квадраты шығады. Сонда 2-ның квадратына мен 4-тің квадратын қоссам, x-тің квадраты шығады деген нәрсе. 2-ның квадраты 4, 4-тің квадраты 16, қосамыз x квадрат менде 20 болса, x менде түбірасты 20 болады. Ал түбірасты 20 деген сол 4 пен 5-тің көбейтіндісі. Ал 4 түбірден 2 болып шығады да, ал 5 түбірден шықпай қалады. Сонда менде мына бөлік 2 түбірасты 5 болады екен. Енді кеттік. Келесі бөлікті тауып көреміз. Мына бөлік мына үш бұрыш бойынша бұның сыртқы қабырғасын табайық. Ол бүйтіп тұр, Мына жерім 1-ге тең. Ал мына бөлігім 2-ге тең. Енді маған мынаны табу керек. Бұны x десем. Бұл да менде тік бұрышты үш бұрыш. Яғни 2-ның квадратына 1-дің квадратын қоссам, x-тің квадраты шығады деймін. Яғни мынау 4, мынау 1. Енді x квадрат менде 5 болса, x-тің өзі түбірасты 5 болады екен. Мына жерім түбірасты 5 екен. Енді кеттік. Мына ұзындық ол ешқандай үш бұрыш емес, мен оны кәдімгідей клетка санап анықтай саламын. Сонда мына жерім 1, 2, 3, 4. Сонда бұл 4-ге тең екен. Енді мына бөлікті табайық. Мына жерім 1, мына жерім 2. Бұл да тура мына үш бұрыш емес па? Сонда бұның мына жері қанша болады? Түбірасты 5 болады екен. Енді кеттік. Бірінші фигураның периметрін жазайық. P1 деп қояйық. 2 түбірасты 2-ге қосатын түбірасты 2-лер жоқ, Значит, 2 түбірасты 2-ні жазып қоямын. Ал түбірасты 5-лер бізде бар. 2 түбірасты 5-ке түбірасты 5-ті және оған тағы да түбірасты 5-ті қоссам қанша болады деген сұрақ. Бұл жерде шатасатындар бар. Ол қалай болады? 2 түбірасты 5-теге, ол деген сөз 2 қойға, мына бір қойды және оған тағы да бір қойды қоссам қанша болады деген сөз. 2 қойға бір қойды қоссам 3 қой болды. 3 қойға тағы бір қойды қоссам 4 қой болды. Сонда қой деп атқан мен не еді? Менің ол 4 түбірасты 5 деген сөзім емес па? Сонда бұл 4 түбірасты 5 болады екен. Қосамын. Ал мына бөлік менде 4-ге тең болды. Бірінші периметр табылды. Енді кеттік. Екінші периметр табайық. Бұл сәл оңайлау. Өйткені біраз нәрсені есептеп алдық қой. Кеттік. Мына 1, 2, 3, 4, 5. Мына бөлігім 5-ге тең екен. Мына артықтарын өшіртсең, егер түсінбей қалсаңдар, алдағы қарап қайтарып бір көріп ала саласыңдар. Енді кеттік. Мен не істеймін? Астын санаймын. 1, 2, 3, 4, 5 екен. Сонда асты да менде 5-ге тең екен. Келесі, мен шеттерін санаймын. Шеттерін қалай санаймын? Сонда ол қалай болады? Мына жерде 5 болды. Мынаны тауып көрейік. Бұл деген сөз мынаны бүйтіп кішігірім бөлетін болсам, мына жерім 1, мына жерім 2. Ал бұл үш бұрыш бойынша мына қабырға түбірасты 5 болады деп Пифагормен тауып қойдым емес па? Сонда таптым, бұл жеткілікті болады. Енді қараңдар, мына нәрсені тауып көрейік. Бұл деген сөз, мына жері 2, мына жері 2. 2, 2 болатын тік бұрышты үш бұрыш. Бұны да біз бірінші болып тауып қойдық. Бұл нешеге тең болады? 2 түбірасты 2 болады. Енді келесі. Мына бөлікті табайық. Бұл деген сөз мына жері 1, мына жері 2 болатын тура мына үш бұрыштың просто басқа түрі.
А бұл неге тең? Бұл да түпірасты 5-ке тең болады екен. Енді кеттік. P2-ні тауып көрейік. P2 менен не болады? 5-ке 5-ті қосам, нормальный 10 болады. 5 түпірасты 5-ке 5 түпірасты 5 қосам, 2 түпірасты 5 болады. Ал 2 түпірасты 2-ке ештеңе қосылмайды, ол сол күйі қала береді. Енді кеттік. Үшінші фигураны табайық. Бұл сәл ұзақтау есеп, бірақ та мағынасын түсінсеңдер, сендердің барлықтарын шығара алатын боласыңдар. Кеттік, келесі. Мына жер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді ары қарай табайық. Мына бөлікті табайық. Мына жер 2 болса, мына жер 2 болса, общий 2 түпірасты 2 болады. Оған сұрақ жоқ. Енді кеттік. Мына жер 1 болса, мына жер 2 болса, онда не болады? Мына бөлігім түпірасты 5 болады. Мына да тура сондай, бағана шығарғаным сияқты. Мына жер 2, мына жерде 2. Значит, мен оның гипотенузасын табу үшін бағанағыдай Пифагормен шығарам. Бұл 2 түпірасты 2 болады. Енді мына нәрсені табайық. Мына жері 2, а мына жері 1, 2, 3, 4. Мынау тура сол үшбұрыш емес па? 1, 2, 3, 4 және биіктігі бойынша 2. Сонда мен осы бойынша табатын болсам, мына бөлігі менде не болады? 2 түпірасты 5 болады екен. Енді кеттік, осының периметрін табайық. Периметр 3 менде қалай табылады? Барлық қабырғаларын қосып шығам. Сонда бірінші 2 түпірасты 2-ке 2 түпірасты 2-ні қосамда 4 түпірасты 2 деп аламын. Түпірасты 5-ке 2 түпірасты 5 қоссам 3 түпірасты 5 болады, ал 7 ол сол күйі қосылып тұра береді. Енді қараңдар, кешірім сұрайын. Енді қараңдар, бізден не сұрап отыр? Салыстыр дейді. Оны қалай салыстырам? Салыстыру үшін бізде біреу үлкен, біреу кішкентай болу керек. Ал олар қалай үлкен кіші екенін табам? Ол үшін сендер ұбт-дағы калькулятор қолданасыңдар. Яғни түпірасты 2, түпірасты 5 деген бізде сандар бар, иә? Түпірасты 2 деген сөз ол примерно 1-де 41 деген сөз, ал түпірасты 5 деген сөз ол 2-де 73 еді, қателеспесем. Оны сендер не істейсіңдер? Түбірдің знагы бар нәрсені ұбт-да қосасыңдар, сол санды енгізген кезде бізде не шығады екен? Оның түбірдегі мән шығады екен. Түпірасты 5 менде 2-де 23 екен. Енді кеттік. Сонда периметр 1-ді табу үшін мен 2 түпірасты 2, яғни 1 түпірасты 2 1-де 41 болса, 2 түпірасты 2-ні 1-де 41-ді, яғни 2-ге көбейтемін. Сонда менде 2-де 82 болады. Оған қосам, түпірасты 5-ім 2-де 23 еді. 2-де 23 еді. Менің бірақ қанша түпірасты 5-ім бар? 4-еуім бар екен. Сонда оны 4-ге көбейтемін, 8-де 92 деп аламын. Қосамын 4. Енді осының периметр есептей салайық. 8-де 92-ке 2-де 82-ні және оған 4-ті қосатын болсам, менен 15-де 74 деген шығады екен. 15-де 74. Бірінші периметр 15-де 74. Мынаның тұсына жазып қойын. 15-де 74. Енді келесі екінші периметр табам. Тура сол сияқты. 2 түпірасты 5 менде не болады? 1 түпірасты 5-ім 2-де 23 болатын болса, 2 түпірасты 5-ім 4-де 46 болады. 2 түпірасты 2 менің 2-де 82 болады. Енді осылардың бәрін қосам. Сонда 2-де 82-ге қосамын 4-де 46-ны, қосамын 10-ды, менде шығады 17-де 28 шығады екен. Бұл екінші периметр, екінші фигураның периметрі P2 менде 17-де 28 болады. Енді үшінші P3-ті тауып көрейік. Ол деген сөз 4 түпірасты 2, яғни түпірасты 2-нің өзі 1-де 41 болатын болса, мен 1-де 41-ді 4-ке көбейтем. Сонда менде 5-де 64 болады. Қосамын 3 түпірасты 5. Түпірасты 5-дің өзі менде 2-де 23 болатын болса, оның үшеуі 6-да 69 болады екен. Үшеуі мен 7-ні қосамын. Сонда 6-да 69-ға 7-ні және оған мен 5-де 64-ті қосатын болсам, менен 19-да 33 шығады. Кеттік. Мынау сонда менде 19-да 33 болды. Енді салыстыру иттен оңай дүние ғой, иә? Бәрі оны қателеспейді деген ойдамын. Енді қарасаңдар, мына жерде ең үлкені тұрады, одан кейін оның ортаншы тұрады, а мынаяқта ең кішкентайы тұрады. Енді кеттік. Ең үлкені бізде кім? 15 па, 17 па, 19 ба? 19. Значит, менде бірінші P3 тұру керек деген сөз. Яғни P3 деген P
С несі ғой? Фигурасының ауданы ғой. Одан кейін екінші В үшбұрышы тұрады. Дөңесі көп бұрышы тұрады. Яғни ол П, В болады. Одан кейін менде П, А болады. Сонда П, С, П, В, П, А деген мен С вариантын белгіледі екенмін. Кеттік. Келесісі. Есептің шартына назар аударайық. Бізге айтады, қашықтықта жүгіру барысында 11 бала қатысты. Талғаттың алдында мәреге жеткендер саны талғаттан кейінгі жеткендер санының 4 есе кем дейді. Талғат мәреге нешінші болып жетті дейді. Жалпы ұбт-да сендерде вариант беріледі. Вариант берілсеңдер қуаныңдар. Не үшін? Өйткені жауаппен жұмыс істеп кете беруге болады. Яғни талғат нешінші болып жетті дейді. Біз жауаппен жұмыс істейміз. Талғат бірінші болып жете алмайды. Неге? Өйткені талғат бірінші болып жететін болса, оның алдында адам болмай қалады ғой. Сонда адам болмай қалса, біздің есебіміз шықпай қалады. Енді екінші болып тұрса, талғат бізде екінші болып тұр. Значит, алды осы жер болсын, оның арты мына жер болсын. Сонда талғаттың алдында бір адам бар, талғаттан кейін неше адам бар? Бізде 9 адам бар. Біз оны қайдан білдік? Қараңдар. Әр сөз жауаппен жұмыс істеп жатқан сендер әр кішкентай өтір нүктесіне дейінгі сөздерге назар аудару керексіңдер. Бізде 11 бала бар деп айтып қойған. Мен алдындағы бір адамды үші талғатты санап қойсам, талғаттан кейінгі адамдар шықпай ма? Сонда менде 9 адам болады. Түсінікті болды ма? Енді кеттік. Сонда бірге бірді қоссам, мына енді бір адам ғой. Бұл екі дегенге бірге екіні қосып жібермеңдер. Бұл екінші болып тұр деген сөз. Сонда бір адам бар, екінші болып тұрғаны бар. Үші бізде 9 адам, общий 11 адам құрады. Ал айырмашылығы бізде 4 есе болды ма? Жоқ, 4 есе болмады. Жауап 2 емес екен. Енді үшінші болып тұр деп көрейік. Үшінші болса, талғаттың алдында бізде 2 адам бар. Өйткені өзі үшінші болып тұр. Алдында 2 адам бар ғой. Енді неше адам есептеп қойдық? 2 адам есептеп қойдық. Үші талғатпен бірге 3 адам есептеп қойдық. Общий бізде 11 адам бар. Сонда менде 8 қалды. Айырмашылық әрине 4 есе болды. Менде жауабы 3 екен. Яғни үшінші болып тұр деген вариантты белгілеймін. Енді төртіншінің қате екенін көрсете салайын. Егер менде талғат 4-ші болып тұрса, оның алдында 3 адам бар. Енді 3 адам талғат. Мен общий 4 адам санап қойдым. 11 адам болу үшін менде неше адам бар әлі? 7 адам бар. Енді осылардың бәрін қоссам, менде 11, мына мен мынаның айырмашылығы менде 4 есе ма? Жоқ, 4 есе емес. Менде только мына жағдайда ғана менде 4 есе болады. Сонда жауабы С варианты деп тағы да бір балды алып кетесіңдер. Кеттік, келесісі. Ағасы Әлішерден 3 жас кіші, інісі Әлішерден 3 жас үлкен екен. Кешірім сұраймын. Ағасы Әлішерден 3 жас үлкен, інісі Әлішерден 3 жас кіші. Ал кіші інісі менде Әлішерден 3 есе кіші болатын болса, үші әкесі бар екен, Әлішерден 3 есе үлкен. Барлығын жастарын қосқанда 33 болатын болса, Әлішердің жасын тап дейді. Кеттік. Математикалық сауаттылықта жауаппен жұмыс істеп үйренейік. Енді қараңдар, мен жауапты 16 және болды. Жауапты 16 деп ала алмаймын. Неге? Өйткені қараңдар, мен қазір оның кіші інісін табатын болсам, кіші інісі Әлішерден 3 есе кіші болады ғой. Сол кезде мен 16-ны 3-ке бөле алмай қаламын. Енді кеттік. Жауапта не берілген? Жауапта 18, 16, 21, 15, 12 дегендер ол Әлішердің жасы. Бұл есептің бәрі Әлішерге қатысты. Өйткені ағасы Әлішерден үлкен, әкесі 3 есе үлкен, інісі 3 жасқа кіші, кіші інісі 3 есе кіші деген сияқты. Сонда мен Әлішердің жасын тауып алсам, мен бәрін жасын таба аламын деген сөз. Енді кеттік. Әлішердің жасы 18-де болсын. Әлішер Няқта ағасы және әкесі. Няқта інісі, няқта кіші інісі деп қойын. Енді осыларды толтырып отырайық. Әлішер менде 18-де болсын. 18-де болса ағасы нешеде болады? 3 жас үлкен, яғни 3-ті қосамын да 21-де болады деп айтамын. Әлішердің әкесі қаншада? 3 есе үлкен еді ғой. 18-ді 3-ке өйтем да 54 деген жауапты аламын. Енді інісін табайық. Інісі Әлішерден 3 жасқа кіші, яғни 18-ден 3 айтамын да 15-ті белгілеймін. Ал кіші інісі Әлішерден 3 есе кіші, яғни 18-ді 3-ке бөлемін да 6 деймін. Енді осылардың бәрін қосып шығамын. Яғни 34-ке, 54-ке, 21, 18, 15, 6-ны қоссам 104 шығады екен. Ал маған бәрін қосқанда 133 шығады деп қойған. Жауабы 18 емес деген сөз. Енді кеттік. 18 қате екен. 21 тексеріп көрейік.
21 болса Әлішердің жасы, ағасы 3 жас үлкен 24-те болады, әкесі 3 есе үлкен 63-те болады, інісі 21-ден 3 жас кіші 18-де болады, ал кіші інісі 21-ден 3 есе кіші еді ғой, ол 7-де болады. Енді кеттік, осылардың бәрін қосайын. 63-ке қосамын 24, 21, 18 және 7. Әне, менен бәрін қоссам 133 шықты. Шарт қанағаттанды. Болды. Сонда жауабы С варианты деп соны белгілеп кете береді екенсіңдер. Келесі есеп. Қашықтықта жүгіру барысында бұл есеп қайталанып кетті. Бұл есептен кейінгі есепті талдай берейік. Гүл отырғызатын тік 4 бұрышты жәшіктер жасау үшін Данияр ені 10 см болатын кескінделген таяқшаларды пайдалана алады. Ені 10 см болады деп тұр. Енді тік 4 бұрыштың ауданы ең үлкен болу үшін тақтайшаларды қалай орналастыру керек дейді. Ең әуелі тік 4 бұрыштың ауданы қалай табылады, соны еске түсірейік. Тік 4 бұрыштың ауданы аға в-ны көбейтем деген сөз. Ол қандай фигура еді тік 4 бұрыш деген? Осындай. Мына жері а, мына жері в. Сонда аға в-ны көбейтсем, оның ауданы шығады дейді. Енді кеттік. Бірінші фигура бойынша енді көлек етін аудан деген сөз мына іші ғой. Түсініп отырсыңдар ма? Одан мен іші көп болатын жағдайды зерттеймін. Кеттік. Мына жер менде 80. Өйткені мына таяқша 80 ғой. Мына жер что-то көрінбей қалатын сияқты, мен оны сарымен жазсам. Мына жер менде 80 болады. Неге? Өйткені бұл таяқшаны мен ұзындығы бойынша бүйтіп кішірейтшірмеген ғой. Ол сол күйі тұра береді. Ал мына общий 67, бірақ та мен осы 60 болатын таяқшаның екі жағына қойған кезде оның ортасы ғана қалады. Яғни 60-тың екі шеті азайып қалады. Ал ол қанша азайғанын қалай білеміз? Бір таяқшаның ені 10 см деп айтып қойған. Значит, мына жерден 10 азайған, мына жерден 10 азайған, сонда общий 20 азайған. Сонда іші, бірінші төртбұрыштың іші нешеге тең? Бірінші төртбұрыштың іші қазір бірінші төртбұрыштың іші, мына что-то жазбай қалды. Бірінші төртбұрыштың іші бізде 40 болады. Неге 40 болады? Өйткені бізде 60-тан 20-ны азайтам. Не үшін мен 20-ны азайттым? Өйткені мен мына аяқтан 10 см қойдым, мына жерден 10 см алып қойдым. Енді кеттік. Қазір 1 минут. Келесі есеп бізде бұлай. Гүл отырғызатын тік төртбұрыш жәшіктер жасау үшін Данияр ені 10 см суретте кескіндеген тақтайшаларды пайдалана алады. Тік төртбұрыштың ауданының ең үлкен болуы үшін тақтайшаларды қалай орналастыру керек деген бізде есеп берілген. Енді қараңдар, біз оған гүл егеміз, иә? Гүл егу үшін оның іші керек, ішінің ауданы, мына бөліктің немесе мына бөліктің ауданы. Енді о бөліктің ауданының максимально болатын жауабын іздейік. Енді кеттік. Біз қараймыз. Әуелі ол үшін менде тік төртбұрыштың ауданы деген нәрсені тауып алайын. Тік төртбұрыштың ауданы А, В деген формуламен анықталады. Ал мынау А-ға тең, мынау В-ға тең. Сонда осы екеуін көбейтетін болсам, осының ауданы шығады екен. Енді кеттік. Бірінші фигураның ауданын тауып көрейік. Ол үшін оның қабырғаларын іздеймін. Мына тік төртбұрыштың ұзындығы бойынша, ұзындығы менде 80-ге тең. Неге 80-ге тең? Өйткені мен мынау таяқшаны қозғалтпадым ғой. Ұзындығы бойынша кішіріп тастамадым ғой. Сол күйі ол 80 болып тұр, ұзын болып. Значит, мына жер менде 80 болып тұр. Ал мынау 60 сантиметрлік таяқшаны ол екі жақтан қысқан. Қысқан кезде оның ортасы ғана қалады. Яғни екі шетін қабылдамаймын. Сонда қаншаға азайғанын табу үшін мен мына бір бөліктің неше екенін тауып аламын. Бізге айтқан әрқайсының ені 10 сантиметр деп қойған. Яғни мына жерден 10-ға азайған, мына жерден 10-ға азайған, общий 20-ға азайып кеткен. Өзі 60 еді ені бойынша. Ол 20-ға азайса 40 болып қалады. Сонда енді осының ауданын табайық. S1 менде
80-ді 40-қа көбейтем, 3200 болады екен. Енді кеттік. Екінші фигураның ауданын тауып көрейік. Екінші фигурада менен не істеген? Мынау 80 сантиметрлік болатын таяқшаны алғанда соны қысқан екі жақтан. Ал мынау 60 болатын таяқшаға тиіспеген. Сонда мына жерім менде 60 болып тұр. Ал мына жағым азайған. Қаншаға азайған? Мына жағы 10-ға азайған, мына жағы 10-ға азайған, общий 20-ға азайған. 80-нен 20-ны азайтам, 60 болады. Сонда мына бөлік 60 болады екен. Енді осының ауданын табу үшін 60-ты 60-ға көбейтем. Сонда 3600 болады екен. Енді үшінші фигураның ауданын тауып көрейік. Бұл не істеген? Әр қабырған біткен жерінен жалғап кете берген. Сонда бір бөлігі тиіспеген, ал екінші бөлігі қысқарған. Қанша қысқарған? 10-ға қысқарған. Сонда қараңдар, 80 еді, 10-ға мына жер қысқарып кетті. Мына өзі 80 еді, мына жақпен. Бірақ та мен оны 10 сантиметр мияқа істедім ғой, тақадым ғой. Сол кезде менде мына бөліктегі 10 сантиметрім қап кетті. Сонда мен 80-нен 10-ды азайтамын да, мына төрт бұрыштың мына жері 70 деп айтамын. Енді кеттік, мынау 60 бойынша көрейік. Өзі 60 еді. Мен тағы да 10 сантиметрлік таяқты қойған кезде ол азайды да 10-ға азайып, ол жерім 50 болып қалды. Енді осының ауданын табу керек болса, 70-ті 50-ге көбейтемін, 3500 болады екен. Сонда ең көп болатын жағдай, ол егер мен төрт бұрышты екінші фигурадағыдай орналастырсам, сонда менде екінші нұсқа деген жауапты белгілейді екенмін. Кеттік, келесісі. Суретте палатка көрсетілген, палатканың бетінің ауданы табан санамағанда деп сендерге подсказка беріп қойған. Енді қараңдар, ұбт-да геометрия есебі үнемі келеді. Ал енді геометрия есебін шығару үшін сендер базаны қалыптастыру керексіңдер. Бізде не сұрап отыр? Аудан сұрап отыр ма? Ауданның бір-ақ формасы бар, жаттап алыңдар. Табанға, мына жерге, табанға мен көбейтемін биіктікті. Сонда любой нәрсенің табанына биіктігін көбейтсем, мен оның ауданын таба алады екенмін. А бірақ үш бұрыштың ауданын тауып жатқан кезде, мен оның табанына биіктігін көбейтіп, екіге бөліп отырам, болды. Енді кеттік. Мен палатканың бетін табу керекпін. Палатка деген сөз ол мына нәрсе ғой. Мына бергі жағы бар. Сосын барып оның арғы беті бар. Еще мына жақта үш бұрыш болып тұрған мына жері бар. Және оның арғы тура сондай үш бұрыштың екіншісі бар. Енді кеттік. Осы бойынша мен осыларды табайын. Әуелі төрт бұрыштың ауданын табайын. Төрт бұрыштың ауданы оңай ғой. Табанына биіктігін көбейтемін. Табаны 8, ал биіктігі 7. Сонда аудан менде 56 болады екен. Қараңдар, көбісі бүйтіп ойлайды. Мен айттым ғой, табанға биіктік көбейтем дедім, иә? Бірақ та бүйтіп ойлайды. 8 пен 7 ол 90 болып тұрған жоқ қой. Ол қалай 90 болмай қалды деген сияқты. Қараңдар, ол кеңістіктің есебі. Үнемі сендерде бүйтіп көрініп тұрмайды. Сендер кеңістіктің есебін сәл бүйтіп қисайтып қарасыңдар, сендердің есептерің градустары басқаша сияқты болып көрінеді. Оны тура тікесінен қарасаң, ол кәдімгі тік бұрыш болып көрінеді. Оны бүйтіп жантайтсаң, ол вообще қырынан қарасаң, ол вообще сызық сияқты болып қалады деген сияқты. Сонда сендер оны кеңістіктің есептерін былай ауыстырып қараған кезде, сендер оның нақты бұрышына сеніп қалмаңдар. Сендер оның просто теориясына қарай қолданып отырасыңдар. Енді кеттік. Бір төрт бұрыштың ауданы 56 болды. А оны төрт бұрыш менде 2. Еске сақтап отырайық. Енді S2 үш бұрыштың ауданын тауып көрейік. Табаны 6-ға, биіктік 4-ті көбейтемін. Енді кеттік. Табаны 6-ға, биіктік 4-ті көбейтемін. Бірақ бұл үш бұрыш болған кезде 2-ге бөлемін. 6-ға 4 көбейтсем 24, 24-ті 2-ге бөлсем, менен 12 болады екен. Енді кеттік. Жалпы ауданды тауып көрейік. Менде 4 бұрыштан 2 бар. Сонда 56-дан 2 бар. 12 деген үш бұрыштың ауданы мынау. Еще арғы бетінде ауданы 12. Сонда 12-ден де менде 2 бар. 56-ны 2-ге өтсем 112 болады. 12-ні 2-ге өтсем 24 болады. 2-ні қоссам 136 болады екен. Сонда жауабы 136 болады екен. Сонымен оқушылар, ұбт-да келетін қиын есептерді бақылай мен жеңіл әрі оңай талдағыларың келсе, Нұр Болашақ онлайн курсына тіркеліңдер. Толық ақпарат білу үшін төмендегі нөмірге жазамыз. Ал егер осы нөмірге Баха ағайдан келдім деп жазсаңдар, менің атымнан жеңілдік қарастырылады. Және де сендерге айта кетейін, ұбт-да келетін ықтималдығы жоғары есептерді өзіміздің Нұр Болашақ платформасына тіркеліп,
сол жерде талдай берсіндер болады. А ол үшін App Store немесе Play Market'тен жүктеп алсындар болады. Қош, сау болыңдар.